Бірақ нағыз Шыңғыс Қаған империясының және сол әулеттің мұрагері біздің қазақтар. Шыңғыс ханның туын көтерген 9 шашақты туы бар ғой, Шыңғыс Қағанның белгісі. Қаған атағын беріп, Шыңғыс атағын беріп, туын көтергендер осы қазақ ішіндегі рулар. Қараңыз, бүкіл қайын жұрты, нағашысы, құдалары, қылаяғы Жошының әйелдері, Батудың шешесі Қоңырат. Қарасаңыз. Ал Темужинді бала күнінде Тарғытайдың қуғынынан құтқарып, адам қып, тақ отырғызып көтерген Керей Тоғырыл хан. Қазақтың орта жүзіндегі ру. Наймандар, Жалайырлар, Меркіттер, татарлар. Ал татарлар деп жүргені көбі бізге сіңді де мына кіші жүз ішіндегі руларды құрайды. Мысалы, Жошы ханның қасында Құнан Ноян деген батыр жүрді, руы Кенегес. Сол Жошы хан Ұлытауға келіп қоныстанған кезінде қаншама көш келді ғой. Сол көшпен бірге қазіргі Қыпшақ ұлысына келіп орнықты да біздің мемлекетті, осы қазіргі қазақ мемлекетінің негізін қалады. Соған қараған кезде Моңғол империясы дейік, мейлі Моғол болсын, ол империяның аты біріншіден. Екіншіден, нағыз сол Моңғол деу керек болса, моңғолдар бізбіз. Міне отырған сіз екеуміз нағыз моңғолдар. Сол Шыңғыс ханның мұрагері. Бағзы заманнан бері қол алыспай амандасу салты болған. Қазақтар ауыл-ауыл болып тұрмыс кешкендіктен бүкіл ауыл адамдармен қол алысып амандасу міндетті болмаған. Оң қолын жүрек тұсына қойып, басын сәл иіп амандасатын болған. Себебі қол алысып жату көпшілік арасында ыңғайсыздық туғызат әрі көп уақытты алатын болған. Мысалы, жазушы Ильяс Есенберлин Қаһар романында былай деп жазады. Кенесары кіріп келген кезде үйде отырғандардың бәрі қол қусырып орындарынан түрегелді. Сондықтан қазіргі жұқпалы ауру кең тарап жатқан кезде осылайша ата-баба салтымен амандасқан қауіпсіз. Ұлттық салт халқымыздың рухани байлығының айқын көрінісі. Бұлай болуының өзінің себептері де баршылық. Қазақтардың байырғы өмірі жиі көшіп қонуды талап ететін мал шаруашылығымен тығыз байланысты болған. Сондықтан өмірдің тұрмыс салттың ыңғайымен өмір сүрген. Бұл жағдай көптеген салттың еркін қалыптасуының пайда болуына жағдай тудырды. Осындай салттың ең бастысы амандасу. Амандасу деген сөздің өзі айтып тұрғандай адамның аман есендігін, денінің саулығын білу, әрі тілектестік білдіру. Ең басты амандасу. Қазақ үлкен кісімен армысыз, жас кішімен армысың деп амандасады. Армысыз деп амандасқан адамға бармысыз, бармысың деп жауап қайтарылады. Бұлай амандасудың түп төркіні 11 ғасырда өмір сүрген ғалым Махмұд Қашқаридің түркі сөздігінде жазылған. Ар сөзінің адам және ар ұят деген мағыналары бар деп жазған терең білікті бабамыз. Сондықтан да байырғы заманнан бері армысыз, армысың деп амандасудың арғы жағында арың таза ма, ешкімнің ала жібін аттаған жоқсың ба деген сұрақ тұр. Оған бармысыз, бармысың деп, өзіңнің де арың таза ма, ешкімнің ала жібін аттаған жоқсың ба деп сұрақпен жауап қайтарылып отырған. Ақын Әділбек Қаба армысың атты өлеңінде ұлтымыздың ғасырлар бойы айнымай келе жатқан көзқарасын анық білдірген. Армысыңдар қазағым, арма, арма, сен адамсың, ағадал көңілің барда, таразыға түссе егер ар менен жан, арды сақта, кеудемнен жанымды алда.